Саусақ жаттығулары миды оятады. Кез келген жұмысқа ынта-шынтаңызбен кірісу үшін ойыңыз жинақы, мақсатыңыз айқын, миыңыз тыныш болуы керек. Бірақ бұл үшеуін бір арнаға тоғыстыру мүмкін емес. Десе де ойыңыз ұшып, назарымыз басқа жаққа ауып, санамыз сан саққа жүгіретіні жасырын емес. Бір мезетте ойды жинақтап, нәтижелі жұмыс көрсету үшін жаттығу жасаңыз. Ол үшін тер төкпейсіз. Жай ғана саусақтарыңызды жұмсайсыз. Саусақтарыңызбен жаттығу жасау арқылы миыңызды оятасыз. Ендеше бастайық. Саусақ жаттығулары жылдам әрі түсініп оқуға, ақпаратты есте сақтауға, көңіл көтеруге, назарын тапсырмаға аударып, ойын жинақтауға ықпал етеді. Саусақ гимнастикасының негізгі қағидасы қарапайымнан күрделіге өту. Жаттығуды мінсіз және жылдам орындауға асықпаңыз. Жаттығу жасауға дағдыланған кезде жылдамдықты тездетіңіз. Ыңғайлы болу үшін біз жаттығуларды қиындық дәрежесіне қарай орналастырдық. Жаттығудан бұрын миымызды ояту керек. Ол үшін алақандарыңызды жылытқандай ысқылаңыз. Әрі қарай саусақтарыңызды ұшына дейін ысқылаңыз. Тас үйрек жаттығуы. Біріншіден бір қолыңызбен жұдырық жасаңыз, бұл тас. Екіншіден, екінші қолыңыздың білегін бүгіп, бас бармағыңызды жоғары қаратып, қалған 4 саусағыңызды көлденең бүгесіз, бұл үйрек. Үйрек пен тас бір-біріне қарап тұрады. Үшіншіден, енді қолдарыңыздың пішінін өзгертіп, содан кейін қозғалыстарыңызды тездетіңіз. Сақина жаттығуы. Біріншіден бас бармақ пен балан үйректі бір-біріне біріктіріп дөңгелек жасаңыз. Сосын бас бармақты сұқ саусақпен, ортаңғы саусақпен және кіші саусақпен біріктіріп дөңгелек жасаңыз. Жаттығуды кезек-кезек жасау керек. Екінші, енді кері ретпен қайталаңыз. Кішкентай саусақтан сұқ саусаққа дейін жалғастырасыз. Үшіншіден, жаттығуды алдымен оң қолға, сосын сол қолға жасайсыз. Жұдырық қабырға алақан жаттығуы. Біріншіден, алақаныңызды үстелге қойыңыз. Екінші, алақаныңызбен жұдырық жасаңыз. Үшіншіден, ашық алақаныңызды үстелдің үстіне қойыңыз. Бұл әдістерді 8-10 рет қайталаңыз. Алдымен әр қолмен бөлек, содан кейін екі қолмен бірге жалғастырасыз. Бақа жаттығуы. Бірінші, қолыңызды үстелге қойыңыз. Екінші, бір қолмен жұдырық жасап, екінші алақанды төмен түсіріңіз. Үшінші, қолдарыңыздың орнын өзгертіңіз. Жаттығуды алдымен баяу, содан кейін тезірек орындаңыз. Құлақ мұрын жаттығуы. Бірінші, сол қолыңызбен мұрныңыздың ұшынан ұстаңыз. Екінші, оң қол сол құлақтың артында болу керек. Үшінші, құлақ пен мұрынды бір уақытта босатыңыз. Алақаныңызды соғыңыз және қолыңыздың орнын ауыстырыңыз. Шырпы жаттығуы. Бірінші, қолдарыңызды жұмып жұдырықтайсыз. Сол қолыңыздан сұқ саусағыңызды, оң қолыңыздан кішкентай саусағыңызды бір-біріне қаратыңыз. Екінші, енді алақаныңызбен шапалақ ұрыңыз. Үшінші, жаттығуды саусақтарыңыздың орнын өзгерте отырып жалғастырыңыз. Боксшы жаттығуы. Бірінші, оң қолыңызды иегіңіздің астына қойып, алақаныңызды көлденең қойыңыз. Екінші, сол қолыңызбен жұдырық жасаңыз және оны алға қарай созыңыз. Үшінші, енді қолдарыңыздың орнын ауыстырыңыз. Окей жаттығуы. Бірінші, оң қолыңызбен окей, сол қолыңызбен тамаша белгісін көрсетіңіз. Екінші, екі қолдағы фигураларды асимметриялы түрде өзгертіңіз. Құшақтау жаттығуы. Бірінші, суретте көрсетілгендей саусақтарыңызды біріктіріңіз. Екінші, бас бармақтан кішкентай саусаққа кезекпен жылжытыңыз. Үшінші, енді қарама-қарсы бағытта орындаймыз. Қоян тас жаттығуы. Бірінші, сол қолыңыздың ортаңғы және сұқ саусақтарын көтеріңіз. Қалғанын бас бармағыңызбен алақаныңызға басыңыз. Бұл қоян. Екінші, оң қолыңызда сұқ саусағыңызды және кішкентай саусақты жоғары көтеріңіз. Қалғанын алақанға басыңыз. Бұл тас. Үшінші, саусақтарды өзгертіңіз. Бір жағынан қоян, екінші жағынан тас. Шаян жаттығуы. Бірінші, сұқ және ортаңғы саусақтарды және сақина мен кішкентай саусақтарды сол қолыңызда бөлек жалғаңыз. Екінші, оң қолыңызда сақина мен ортаңғы саусақтарыңызды біріктіріп, сұқ және кішкентай саусақтарыңызды мүмкіндігінше алшақ қойыңыз.
Үшінші, қолыңызды асимметриялы түрде өзгертіңіз. Саусақ жаттығуларын күнделікті орындау арқылы есте сақтау, зейін және ойлау жылдамдығын жақсартасыз. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видеоны аса жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.